Сәлем баршаңызға. Бүгін тауықтың етінен осындай өте дәмді болатын пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге сары май немесе маргарин керек болады. Бөлме температурасында болса жақсы болады. Сосын қаймақ, үш жұмыртқа, тұз қосамыз міндетті түрде. Сосын жақсылап араластырамыз. Осындай болу керек. Сосын алдын ала електен өткізіп қойған ұнымызды үш бөлікке бөліп қосамыз. Бірінші бөлігін қосып араластырып аламыз. Сосын екінші бөлігін қосып илейміз. Барлығын қосып илеп, қамыр илейміз. Қамырымызды холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Қамыр дайын болғанша начинкасын дайындаймыз. Ол үшін біз тауықтың етін алдын ала турап аламыз. Картошканы да турап аламыз, пиязды да турап аламыз. Бәрі бірдей бөлікте болған дұрыс. Біркелкі піседі сол кезде. Қара бұрыш, тұз, пісте май қосамыз. Жақсылап қолмен араластырып, қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды үш бөлікке бөлеміз. Үлкен, орташа және кішкентай бөлікке. Үлкен бөлікті бірінші жайып аламыз. Формамызды дайындап, үлкен бөлікті формаға саламыз. Шетінде биік бортик қалу керек. Жаңағы дайындаған начинкамызды саламыз. Екінші бөлік қамырымызды жайып, дайындап қоямыз. Оны осының үстіне салып, екеуін шетін біріктіреміз. Осылай биік қылып біріктіреміз. Сәндеген кезде әдемі болу үшін үшінші бөлік қамырдан бетін сәндейміз. Қамырымыздың үшінші бөлігін осылай жұқа етіп жаямыз. Жіңішке полоскаларға бөлеміз пышақпен, кесеміз. Осылай кесіп алып, бұл сәндік үшін жасасаңыздар да болады, жасамасаңыздар да өз еркілеріңіз. Осылай 4 қатарға қойдым мен. Ромбик шығару үшін. Осындай ромбиктер шықты. Сол ромбиктерден тесіп шығамыз. Ауа шығып тұру үшін. Енді бетіне жұмыртқа жағып, жұмыртқаны жақсылап жағып, шетіне кунжуттар сеуіп, 180 градусқа 45 минут пісіреміз қызып тұрған пеште. Міне дайын болды. Өте дәмді болады және тойымды. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Ас болсын.